сияқты осы жобаны жасаған болатынбыз. Жалпы енді лентаның өн бойына қарайтын болсаңыздар, ең астында, лентаның ең астыңғы жағында мынау қазіргі Қазақстан Республикасының қазіргі аумағындағы жер бейнеленген картасы. Одан кейінгі мынау есік қорғаннан табылған алтын адам, мынау одан кейінгі үстінде тұрған мөде қаған, яғни ғұн мемлекетінің негізін қалаған қағандардың бірі. Одан кейінгі жалпы лентада барлығы 4 тарихи дата бар. Ол мына 552 жыл 1465, 1917 және 1991 жылдар. 552 жыл өздеріңізге белгілі, бұл түрік қағанаты құрылған жыл. Одан кейін оның үстінде барша түркі халықтарының қазіргі уақытта енді символдық бір символы, ол бөрілі байрақ бейнеленген. Одан кейінгі енді өзіміздің қазақ болып еншімізді алып шыққан уақыт, ол 1465 жыл. Оның үстінде өздеріңізге белгілі, мынау Керей мен Жәнібек хандар бейнеленген 1465 жыл.